Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге бір қызықты интернет сайтты көрсеткелі отырмын. Ол үшін ең алдымен dara.kz каналына міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналда көптеген әдіс-тәсілдер, сонымен қатар ойындар, серкіту сәті, бағдарламалар бар. Ендеше сайтты көрсетіп өтейін. Бұл жерде мындай ойын жасауға болады. Бұл бастауыш сынып оқушыларына қызығырақ болатын сияқты. Күнде бір сарынды өткізгеннен гөрі арасында осындай ойын ретінде өткізуге болады. Бұны қалай жасалу керектігін қазір барлығын сіздерге көрсететін боламын. Жалпылай ойынды көрсетіп өтейін. Міне мында сұрақ қойылып тұр. Жылқының төлін тап. 3 қана сұрақ құрастырдым. Мысалы ретінде осы жерден біреуін табу қажет. Мысалы дұрыс жауабын көрейік. Құлын. Өтті. Жәндіктер қандай табиғатқа жатады? Жанды десек өтеді. Ал үшінші сұрақ мысалы қате белгілеп көрейік. Кітап деп суға батып кетеді. Соңында ұпайды көрсетеді. Міне осындай бір оқушыларға қызықты ойынды көрсеткім келіп отыр. Ол үшін ең алдымен қазір Google поиске немесе Яндекс поиске ағылшын тілінде былай жазамыз. Educable. Міне. Бірінші бізге осы сайт шығады. educable.com. Осы сайтқа кіресіздер. Кіргеннен соң ағылшын тілінде болғандықтан сайт орыс тіліне аударып аламыз. Мышканың оң жағымен. Міне, енді мына тұсқа кіреміз. Мына жерде войти дегенді басамыз. Басқаннан кейін өздеріңіздің электронды почталарыңызды жазасыздар. Электронды почталарыңызға сіздерге сообщение келеді. Сол арқылы тіркелесіздер. Егер түсініксіз болып жатса, Instagram каналымызға жазып сұрауларыңызға болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Содан кейін кіргеннен кейін создать сейчас дегенді басасыздар. Міне бірінші бұл жерде question деп тұр. Question деген жерге сұрақты жазасыз. Мысалы бір әдепті бала деп, қандай баланы айтамыз деп жазасыздар. Одан кейін мұнда жауаптарын жазып шығасыздар. Ал мұнда дұрыс жауап. Мына жерде немесе А жауабы, немесе В жауабы деп өздеріңіз біреуін таңдап аласыздар. Содан кейін тағы да сұрақ қосатын болсаңыздар, add question дегенді басасыздар. Екінші сұрақ қосу. Одан тағы да add question төменде тұрады. Барлығын басып шығасыздар. Болғаннан кейін мына жерде мынау көздің суреті тексеріп ала аласыздар жұмыстарыңызды. Егер барлығы дұрыс болса, мына батырманы басасыздар. Publish деген. Одан кейін жұмысыңызды көру үшін өзіңіздің каналыңызға атыңыздан кіресіз. Адамның суретін басып. Мына бірінші My Activities деген жерде сіздің жұмыстарыңыз шығады. Мынау жұмыс мысалы аяғына дейін істелмеген, осылай розовый түсте болып тұр, амында жасыл түсте болып тұр, яғни публикаға шықты деген сөз. 3 нүктені басқанда сіздер бастай аласыздар ойынды. Міне мына батырма арқылы ойынды бастайсыздар. Мен былай істедім. Мына батырманы бастым. Содан кейін копировать етіп алдым ссылканы. Копировать еттім де WhatsApp-тан жібердім бір адамға. Сосын WhatsApp арқылы сайттың үстінен бассам, ойынға автоматты түрде кіре алып тұрмын. Сіздер де солай өздеріңізде істеп алуларыңызға болады. Немесе мектепке барғанда осы өздеріңіздің аттарыңыздан кіріп, батырманы басып, содан кейін осы батырманы басып, содан кейін ойынды бастай аласыздар. Маған осылай копировать етіп WhatsApp арқылы кірген жеңіл болып тұр. Солай ыңғайлы болды. Сіздер де өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай көресіздер. Міне осындай бір сайтты көрсеткім келді.
бастауыш сыныптарына кішкене қызықты болатын сияқты. 3 нүктені басқанда ойын бізде басталады. Егер ойын ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Міне, старт дегенді басасыздар, ойын басталады. Міне, шыққыларыңыз келсе, мына батырманы басасыздар. Міне, осындай ойын, қызықты сайт. Мұнда секунд беріліп тұр. Суға батып кетті. Қайтадан жаңадан басталды. Екінші сұрақ. 20 секунд берілді. Міне осылай. Осы сайтты көрсеткім келген. Өздеріңіз сабақтарыңызда қолдансаңыздар, историяларыңызға мені белгілеп кетіңіздер. dara.kz01 деген инстаграм сайты. Алда тағы қызықты жаңашыл ойындар, сонымен қатар әдіс-тәсілдерді міндетті түрде YouTube арнама шығаратын боламын. Сондықтан YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.